Бәріне сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен дәл осындай қатпарлы самса пісірдім. Дәмі өте керемет. Рецептімен сіздермен бөлсем деп шештім. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен суымызға жарты ас қасық тұзымызды қосып араластырып, орташа тығыздықта қамыр илеп аламыз. Қамырымызды 10 минутқа демалдырамыз. 10 минуттан соң қайта алып, қамырымызды жақсылап иілеп, жарты сағатқа июі қанғанша қойып қоямыз. Начинкасына кірісеміз. Картошка, асқабақ, пиязды қосып, дәміне қарай тұз, бұрышты қосып, араластырып, шетке алып қоямыз. Қамырымыз дайын, мен оны 4 бөлікке бөлдім. Әр бөлікті жайып шығатын боламыз. Қалыңдығы 1-2 мм болса жетеді. Көлемі маңызды емес. Дәл осылай ұнды сеуіп, бүктеп қоя тұрамыз. Міне менің 4 қамырымда дайын, алдын ала ерітілген майымды жағып шығамын. Үстіне әр қамырымды қабаттап, май жағы отырып, дайындап аламын. Міне менің қамырым дайын, осылай шетінен бастап домалақтап шығатын боламыз. Домалақтаған сайын қысыңқырап домалақтасаңыздар, қатпары жақсы болатын болады. Қолымыздың күшімен бұрай отырып, ыдысқа салып, мұздатқышқа 10 минутқа қоямыз. 10 минуттан соң алып, мен видеода көрсеткендей етіп ішіне кішкене тығыңқырап, қамырды бөлетін болсаңыздар, қатпары жақсы көрінетін болады. Әр бөлікті жайып, ішіне начинкасын салып, 3 бұрыштап түйеміз. Міне біздің самсамыз дайын. Үстіне жұмыртқамызды жағып, мактан сеуіп шығамын. градуста 40 минут пісіріп аламыз. Самсамыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, ас болсын.